Мадридтік Реал осы жазғы трансферлік терезеде сұрапыл трансферлер жасауға қамдануда. Клуб Германия құрамасын тізгіндеуге дайын. Кансело Барса сапында қалу үшін барын салуда. Осы және басқа да ең қызыққа толы футбол жаңалықтары біздің бүгінгі шығарылымда. Видео басталмас бұрын қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызды қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше бастадық. Боруссия және де Ливерпуль клубтарының бұрынғы жаттықтырушысы Юрген Клоп Германия құрамасын тізгіндеуі мүмкін. Бұл жөнінде инсайдер Фабрицио Романо мәлімдеуде. Ақпараттар бойынша қазіргі сәтте бұл 59 жастағы маман құраманың тізгінін алуға басты үміткер ретінде қарастырылуда. Айтып өтсек, өткенде ғана неміс құрамасы әлем чемпионатын Парагвайға есе жіберіп, өте сәтсіз аяқтаған болатын. Және осыдан соң әрине қазіргі бапкер Юлиан Нагельсман тарапына үлкен сын айтылуда. Германия футбол федерациясы Нагельсманды қызметінен босату жағын ойластырып жатыр делінген ақпараттар да бар. Клуб егер де шақырту келіп түскен жағдайда ғана құраманы өз қолына алуға дайын. Айтып өтсек, Юлиан Нагельсман Германия құрамасын 2023 жылдан бері жаттықтырып келеді. Португалдық футболшы Жоау Кансело Аль-Хилаль сапынан кетіп, толыққанды түрде Барселона ойыншысы атануға барынша ұмтылып әрекет етуде. Спорт басылымының ақпараты бойынша қорғаушы саудиялық клуб басшылығына Аль-Хилальдан кеткісі келетіндігін және өзін Барселона сапына жіберулерін сұраған. Футболшыны қазіргі кезде тек Барселонаның толыққанды түрдегі ойыншысы атану ғана қызықтырып жүр. Және осыны жүзеге асыру үшін Кансело барын салып жүрген көрінеді. Сондай-ақ Барселона бапкері Ханс-Дитер Флик те бұл ойыншыны өз командасында қалғанын қалайды. Футболшы Аль-Хилальға тиесілі, сондықтан келіссөздер қиынға соғуы да ғажап емес. Барлығы саудиялықтардың Кансело үшін Барселонадан қандай қаржы талап ететініне байланысты болмақ. Еске салса, Барса ұжымы Канселоды өткен қысқы трансферлік терезеде жалға алған болатын. Испаниялық жұлдызды футболшы Ламин Ямаль Хулиан Альварестің Барселона сапына ауысуы мүмкін екендігіне байланысты пікірін білдіріп өтті. Қазір бұл туралы ойланбаудамын, бірақ та бұл сәтті жүзеге асады деген ойдамын. Өйткені ол керемет ойыншы. Егер де ол бізге ауысар болса, біз оны құшақ жая қуана қарсы аламыз. Меніңше ол әлемдегі ең үздік жанкүйерлері бар. Сондай ең үздік клуб ретінде бізге ауысады. Мен оның орнында болсам, Барсаны таңдап ауысар едім. Егер ауысқысы келсе, ол бізге келсін, күтеміз, деп жеткізген екен Ямаль Каденасер баспасына берген сұхбатында. Айтып өтсек, осының алдында ғана Барселона ұжымы Хулиан Альварестің трансфері бойынша 130 миллион еуролық ұсыныс жасауға әзірленуде деп айтылған болатын. Сонымен қатар футболшының өзі де тек қана Барселона сапына ауысуды қалауда. Итальяндық футболшы Сандро Тонали Тоттенхем клубының ойыншысы атанбақ. Осы жайында инсайдер Фабрицио Романо мәлімдеуде. Ақпараттар бойынша трансферінің сомасы шамамен 117 миллион еуроны құрамақ. Және клубтар арасындағы тараптар барлығы бойынша келісімге келіп үлгерген. Осылайша бұл трансфер Тоттенхем клубының тарихы бойынша ең қымбат трансфер атанбақ. Айта кетсек, Сандро Тонали Ньюкасл командасында 2023 жылдан бері өнер көрсетті. Өткен маусымда жартылай қорғаушы 53 матч өткізіп, 3 гол мен 7 нәтижелі пас еншіледі. Бразилия құрамасының бұрынғы аңыз шабуылшысы Роналдо, Аргентиналық Лионель Месси мен француздық шабуылшы Килиан Мбаппені салыстырып өтті. Екеуі де ешкім үнсіз статистикадан асып түсетін ойыншылар және турнир тарихындағы ең үздік сұрмерген болуға әбден лайық. Месси футбол тарихындағы ең ұлы ойыншылардың бірі. Ол бүгінге дейін әсерін еш жоғалтқан емес. Ал Мбаппенің ойын мәнері маған өзімді, формамның шыңындағы кезімді еске салады. Ол қазіргі футболдағы ең үздіктердің бірі, әрі бұл ойындағы аңыздардың табиғи мұрагері, деп жеткізген екен Роналдо Элеки баспасына берген сұхбатында. Айтып өтелігі, осы әлем чемпионатында Месси мен Мбаппе арасында сұрапыл бомбардийлік жарыс жалғасып жатыр. Екеуі де уже 6 голдан соғып тастап үлгерген. Голландия құрамасының бас жаттықтырушысы Рональд Куман ресми түрде қызметінен босатылды. Осы әлем чемпионатында Голландия құрамасы 16-1 финалдық кезеңде Мароккоға есе жіберіп, турнирмен ерте қош айтысты. Және осыдан соң Куманның қалмайтыны бірден анық болған. Айтып өтсек, Рональд Куман құраманы 2023 жылдан бері жаттықтырып келген болатын. Нидерландия футбол федерациясы бірден оның орнын алмастырар басқа мамандарды іздестіруге кіріскен.
Инсайдер Николас Кираның ақпараты бойынша Голландия өкілдері Арне Слот, сондай-ақ Эрик Тен Хаг осы екі маманды басты үміткер ретінде қарастыруда. Манчестер Юнайтед пен Уругвай құрамасының бұрынғы шабуылшысы Диего Форлан Криштиану Роналдудың Португалия құрамасындағы ойынын сынға алды. Ол классикалық 9-дағы рөлінде ойнайды және гол соғатын мүмкіндікті күтумен қақпа маңында ұзақ қалады. Бірақ та бұл Португалияға кері әсер етуде. Қорғаушылар оп-оңай өз орындарын сақтап, кеңістікті жауып тастайды. Егер де Криштиану жиірек қозғалып, қапталға ығысса, басқа ойыншыларға да мүмкіндік ашылар еді. Міне, дәл осы жерден Португалия қателік жібереді. Ол да түсінуі керек. Роналдуға шықтақ қимылда әрекет ет деп біреу айту керек, деп жеткізген екен Диего Форлан. Мароккандық футболшы Исмаил Сайбари ресми түрде Баварияның сол жаңа футболшысы атанды. Бұл жөнінде немістік клубтың баспасөз қызметінде жарияланды. Трансфердің сомасы 55 миллион еуроны құраған. Ойыншы мен клуб арасындағы келісім-шарт 2031 жылға дейін негізделген. 22 жастағы футболшы өткен маусымда PSV сапында 37 матчтан қатысушысы болып, 19 гол мен 9 голдық пасты еншіледі. Сондай ол осы әлем чемпионатында 4 матчта 3 голды соғып жасындай жарқырауда. Осының арқасында ол Баварияның назарына іліккен. Трансфермаркт порталы бұл мароккандық футболшының қазіргі нарықтағы құнын 40 миллион еуроға бағалайды. Мадридтік Реал клубы осы жазғы трансферлік терезеде бір емес, бірнеше жойқын трансферді жүзеге асыруды қарастырып отыр. Олардың бірінші кезектегі басты мақсаты ол әрине Баварияның жұлдызы Майкл Олисе. Эл Националь басылымының ақпараты бойынша мадридтіктер Олисе үшін 200 миллион еуроға жуық қаржыны ұсыну қадамына дейін баруы да мүмкін. Бұл үшін олар өздеріндегі бір емес, біршама футболшыларымен қош айтысуды көздейді. Сыбыстар бойынша Реал Эдуардо Камавинга, Дин Хейсен, сондай-ақ Альваро Каррера сынды ойыншыларды сатылымға қоймақ. Сонымен қоса Эл Чирингито таратқан ақпарат бойынша Мбаппе жай жүрмей, Франция құрамасындағы әріптесі Майкл Олисені Реалға ауысуға көндіру үшін барын салып жүрген көрінеді. Айта кетейік, қазіргі сәтте олар Францияның сапында әлем чемпионатында жасындай жарқырап жүр. Сонымен қоса Олиседен бөлек Мадридтік Реалдың сапына тағы да бір мега жұлдызды ойыншы аргентиналық Энсо Фернандес те қосылуы мүмкін. Бұл ойыншыны жеке өзінің Реалға ауысқысы келетіндігі талайдан бері айтылып келеді. Алайда Челси ол үшін қыруар қаржыны талап ететіні айтпасақ та түсінікті. Реал бапкері Жозе Мауриньоның өзі бұл ойыншыны өз командасынан қатты көргісі келетіндігі айтылуда. Бүгінгі сіздерге хабарлап жеткізген футбол жаңалықтарымыз осымен соңына келіп жетті. Лайк басып арнаға тіркеліп, қолдау танытуларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесіде кездескенше аман болыңыздар.